Себепсіз ештеңе жоқ. Өздігінен ештеңе пайда болмайды. Бүгінде көптеген елдер табиғи апаттар, жер сілкінуі мен цунамиден азап шегіп отыр. Бұл не? Алланың шірік жасаған күнәһар пенделеріне ес жиғызып, тәртіпке салу үшін тарттырған азабы ма? Деген сұрақтың кім-кімді де мазалары анық. Оңтүстік Шығыс Азия курорттарындағы белең алған азғындық, Таиландтағы әлемге әйгілі секс турлар, яғни ата-аналарының күнкөріс үшін бүлдіршін қыз балаларын жезөкшелікке өз қолымен байлап беру сынды сұмдықтар текке кеткен жоқ. Қасиетті Құранда айтылатындай, Алла Тағала ауыр күнәға салынған бұзақы елдердің кейбіреуін жерге жұтқызған, кейбіреуін топан суға ғарқ қылған. Мәселен, Лот пайғамбар қауымының адам айтқысыз азғындық әрекеттер үшін алған жазасы қасиетті кітаптарда егжей-тегжейлі баяндалған. Ежелгі грек ойшылы Аристотель мемлекетті Құдай жаратады, ал оны сақтау адамдардың қолында депті. Халықтың, әсіресе әр елдің діндарлары арасында жақында жер сілкінуден зардап шеккен Гаити жұртының тыйым салуларды бұзғаны үшін Құдайдың қаһарына ұшырағандығы туралы пікірлер кең таралып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Гаитиде 200 мың адам қаза тауып, 250 мың адам жараланып, 3 миллион адам үйсіз, күйсіз қалғаны белгіледі. Бостандық алған соңда бұл аралдағы ел саяси жағынан тұрақсыз, қылмыс пен жемқорлық, жезөкшелік пен нашақорлық дегендей ең кедей экономикасы күйреген қалпында қалды. Бір аралды теңдей бөлісіп отырған Құдайы көршісі Доминикан Республикасы сияқты дами алмады. Ақыры ниет пиғылы бұзылғандықтан Құдайдың жіберген ауыр жазасын тартты. Гаитидің астанасы Порт-о-Пренсте жалғыз мешіт бар екен. Қасындағы үйлер жермен жексен болғанда әлгі мешіт қабырғасына сызат та түспепті. Сөйтіп, мешіт қазір жаралы адамдар мен үйсіз-күйсіз қалғандарға пана болып тұрғанын әлемдік баспасөз жарыса жазып жатыр. Атақты америкалық телеуағыздаушы Пет Робинсон діни телеканал эфирінде гаитиліктерді малғұнмен келіссөз жүргізгендер үшін айыптады. Бір кезде Гаити Францияның қол астында болды. Наполеонның кезінде олардың басшылары малғұнмен келіссөз жүргізіп, егер ібіліс Франциядан бостандыға берсе, тұтас халқын шайтанға табындыруға уәде еткен, деді ол. Бұл оның басына қара түнек орнағандарына жаны ашығаны ма, жоқ әлде табалағаны ма? Не десек те Гаити тұрғындарының тең жартысы табынатын Вуду дінінің, Вуду шайтанға шоқынғандар діні, басты орталығы. Бір көңіл аударарлығы, Америкадағы тасқын су тегіс қарап еткен жаңа Орелен тұрғындары да тегіс осы күлікке табынған екен. 2004 жылы 26 желтоқсанда Индонезия жағалауында буддистер мен индуистер мекендейтін Шри-Ланка, Суматра аралдарында Таиланд жағалауында болған апат цунамиді еске түсірелік. Нұх пайғамбардың кезінде болған тасқын суды еске түсіретін осы дүлей топан бір мезетте 300 мың адамның өмірін қиып кетті. Бірлескен ұлттар ұйымының есебі бойынша бұл соңғы 100 жылда болған ең ірі табиғи апат есептеледі. Спутниктен түсірілген бұл сұмдық көрініске жағалауға ұмтылған таудай толқынның кескіннен араб жазуындағы Алла сөзін оқуға болатындығын бүкіл әлем көрді. Гаитиге қайта оралайық. Ғалымдар Гаитидегі зұлматты 1755 жылы Португалияның астанасы Лиссабондағы болған жер сілкінісімен салыстырып отыр. Ол кезде Лиссабонда жер сілкінудің аяғы алапат өртпен, сұмдық су тасқынымен ұласып, соның салдарынан 1 миллиондай адам өлген екен. Әрине, Гаитидегідей тұтас қаланы тып-типыл еткен мұндай қасіретті Құдай басқа салмасын. Есі ауған сауатсыз халықтың ас-ауқатқа таласа тармасып, бетімен кеткен ұрғарлардың аман қалған дүние мүлікке сумаңдата қол салып, бүлінгеннен бүлдіргі алманы ұмытып, бірін-бірі тірідей талап жатқан сан түрлі сорақылығына әлем жұрты куә болды. Халқына қорған болады деген ел президенті жатар орын таппай, ел жұртын таштап, баса ауған жағына қашып кетті. Америкалық әскерлердің тәртіп орнату үшін қара тобырды амалсыз оққа байлап жатқанын көк жәшіктен көзіміз көрді. Қасіреттің көкесі осы. Жалпы Гаитидің тағдыр талайы о бастан-ақ теріс қалыптасты.
17 ғасырда алтын іздеушілер жергілікті үндістерді тегіс бауыздап тастаған. Сөйтіп, жаулаушылар аралға Африкадан ондаған мың жабайы негрлерді әкеп қоныстандырған. 1804 жылы сан түрлі қырғындардан соң құлдар жеңіске жетіп, бірнеше күнде негрлер 100 мың ақ адамдар мен мулаттарды қырып тастаған. Гаитидің қаралы тарихын көктей шолып шықсаңыз, осы күнге дейін бұл елдің бірде-бір басшысы өз ажалынан өлмепті. Бәрінде өз халқы өлтірген, тірідей өртеген, кескілеп, етін бөлшектеп, жан түршігер азаппен жанын алған. Одан аман қалған басшылары өздерін өздері өлтірген. Бір сөзбен айтқанда, бұзылған ел. Адамдарды ақылынан адастырып, зомбиға айналдыру белең алған. Малдың бауыздау қанын шімірікпей ішетін қан сорғыштар қаптаған. 2004 жылы бұл елде каннибалдар армиясы, яғни адам жегіштер пайда болған. Олар журналистерге берген сұхбатында діни магиялық рәсімдерде адам етін жейтіндерін мойындаған. Не керек? Бұл елді Құдай жөнге салмаса, адам баласы тура жолға сала алмады. Испандықтар мен француздар да, берітінде өз алдына мемлекет құрып берген америкалықтар да жабайылық жайлаған қорқыныштар алға өркениет пен демократия әкеле алған жоқ. Тірідей адам жейтін қанішерлерден қорқып, христиан миссионерлер де қатыгез аралдан тезірек бас сауғалауға мәжбүр болды. 1860 жылы Ватикан Гаитиге католик дінін зорлықпен таратуға күш салды, бірақ тұмшаланған қараңғылықты сейілте алмады. Себебі вуду культі елдің арнайы дініне әлдеқашан айналып кеткенді. Тұтас мемлекеттің ресми діні шайтанға шоқыну болды. Аяғы жақсылыққа апармады. Ауыр жазасын тартты. Құдайдың құдіретіне қараңыз, бір аралдың екінші жағында Доминикан республикасы аман сау қалды да, шайтанға шоқынған жексұрын кесепатпен шұғылданған Гаити сұмдық қасіретке, Алланың қаһарлы азабына душар болды. Міне, тура осы жағдай әлемдік діндарларды да, ғалымдарды да шындап ойландырып тастады. Адамдар табиғатпен және бір-бірімен гармониялық келісімде өмір сүрген жағдайда ғана қоғамдағы зұлымдықтардың, табиғи апаттардың жолы кесілуі мүмкін. Өйткені адамдардың ниет пиғылы бұзылып, қатыгездік, бұзақылық, агрессия ұлғайған жерде зілзала, эпидемия, цунами сынды тағы басқа зобалаңдар көрініс беретінін бұл күнде әлем ғалымдары тегіс мойындаған. Қайсы елде бұзақылық пайда болып, олар оны ашық түрде жасай беретін болса, олардың арасында оба және өздерінен бұрынғыларда болмаған ауру пайда болады, деді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Ендеше табиғи апаттар мен қоғамдағы зобалаңдардың болуының басты себебі адамдардың жаратылған гармониялық заңдылықтары бұзылғандығынан, қара ниеттің басым болғандығынан. Әйтпесе жер сілкіну жайдан жай бола салмайды. Дөңгеленген қара жердің дін аман тұрғандығы жақсы жайсаңдардың дұғасының арқасында делінеді. Сол үшін иман жолындағы адамдар неғұрлым көп болса, солар халықтың басына төнгелі тұрған қауіп пен қатерге қорған болмақ екен. Ақиқаты Аллаға янар.